Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үгітілмелі болып шығатын өте дәмді коржықтың рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға қантты және сары майды салып, жақсылап араластырамыз. Май міндетті түрде бөлме температурасында болуы тиіс. Себебі араластырғанда жеңіл болу үшін. Одан кейін ыдысқа бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластыруға акцент беріп тұрған себебім бізде қант жақсылап еру керек. Егер қант дұрыс ерімесе, онда піскеннен кейін коржықтардың бетіне шығып кетеді. Одан кейін сүтті құйдық. Сүтіміз бөлме температурасында болу маңызды емес. Салқын күйде де құйсаңыздар болады. Кейін қолымызбен венчикпен араластырамыз, немесе миксер қолдансаңыздар болады. Артынша ұнды саламыз және разрыхлитель. Жақсылап араластырамыз күрекшемен, кейін қолымызбен қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысқыш болып келеді. Артық ұн қосудың қажеті жоқ. Осы рецепт бойынша көрсетілген ұнды мөлшерін саласыздар. Кейін тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоясыздар. Одан кейін қамырымыз өз формасын ұстайтын болады. Жаю барысында осындай қамырымыз кішкене өз формасынан шығып кетуі мүмкін. Қайтадан жалғап, ары қарай жая бересіздер. Қамырды өте жұқа қылып жаймаңыздар, себебі қытырлақ болып қалады коржықтарымыз. Шамымен 7-8 мм немесе 1 см мөлшерінде жаясыздар. Жаю барысында ұн сепсеңіздер болады. Осындай арнайы форманың көмегімен коржықтарымызды кесіп аламыз. Мұндай форманы кондитерлік дүкеннен немесе онлайн тапсырыспен берсеңіздер болады. Артық қалған қамырды қайтадан тоңазытқышқа жөнелтеміз. Бірінші партия піскенше. Кейін бұдан да коржықтар жасаймыз. Неге осында қалыңдықта болуы тиіс. Коржықтарымызды 200 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Өз пештеріңізге қарайсыздар. Осында қызарған күйде болса ала бересіздер. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздермен бірге Тағам ТВ арнасы.